Аймақ басшысының тапсырмасына сәйкес осы қала аумағындағы мемлекеттік жерді заңсыз иеленген және өз бетінше құрылыс жұмыстарын рұқсат алмай жүргізген заңсыз құрылыстар бойынша арнайы жұмысшы топ құрылған болатын. Бұл жұмыстардың қорытындысымен қазір 158 объектіні анықтадық. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы сәулет және қала құрылысы туралы заңның 16 бабы бойынша әрбір нысанның меншік иелері өзінің ғимаратының адам өміріне қауіп төндірмей, санитарлық талаптарын, эстетикалық талаптарын халықтың жүріп тұруына кедергі келтірмейтіндей етіп, лайықты жағдайда ұстау қажет делінген. Осыған байланысты қазір қала тұрғындарын құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқан нысанның иелерін осы талаптарды сақтауға шақырамыз. Абаттандыру қағидалары